Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай балалық шағымызға саяхат жасаймыз, коржик пісіреміз. Өте оңай жасалу, менімен бірге дайындаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге 330 грамм айран керек. Айран қою болса ірі жақсы. Қолдың айраны болады, дүкеннің айраны болады. Осылай айранға ас сода саламыз 10 граммдай. Сосын былғаймыз. Яғни былғап түйіршіктер анандай көпіріп шығу керек. Көпіргеннен кейін қалған ингредиенттерді қосамыз. Осылай көпіршіктену керек. Содан кейін секер қосамыз. Секерді де ерігенше осылай жақсылап былғаймыз. Секер еру керек. Әбден еріп, осылай жақсылап былғаймыз. Осылай жақсылап араластырамыз барлығын. Жақсылап, секер ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз тағы да. Содан кейін ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызды аз-аздап салып, қамыр жасаймыз. Содан кейін 1 чайный ложка разрыхлитель қосамыз. Сосын жақсылап барлығын араластырып, ұнымызды жайлап қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Міне осындай қамыр шығу керек. Қолымызға жабысып жатса, қолымызды майлап, осылай жұмсақ қамыр жасаймыз. Содан кейін қамырымыз дайын болғасын, осылай коржик дайындаймыз. Коржик елейміз осылай. Жақсылап домалақтап, өте жұққа істемеу керек. Өте қалыңдай емес, орташа елеу керек. Осылай ұнымызды көбірек салып, жақсылап елейміз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып осылай піседі. Балаларымызға ұнайды деп ойлаймын. Өте дәмді, жұп-жұмсақ. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.